Құрметті менің мастер-класс алған қыздарым группадағы, бүгін маған фрикаделькиға заказ келді. Сіздерге сол рецептің ішінде фрикадельки бар. Мұнда 1 келі фарш, міне сіздерге видео отчет жіберейін. 1 келі фаршқа 1 келі пияз, 250 грамм морков және 1 жұмыртқа. Негізі 2 жұмыртқа қосыңыздар. 1 келіге 1 келі фаршқа 2 жұмыртқа. Менде 1-ақ жұмыртқа болып тұр. Соны қосып көрейін деп тұрмын қазір. Және 250 грамм рис. Ристі ыстық суға бұқтырамыз. Қайнап тұрған суға бірінші ристарыңызды әдемілеп жуып аласыздар. Сол және 250 грамм ристі ыстық қайнап тұрған суды құйып үстінен бір 10-15 минут бұқтырып қоясыздар. Сүзіп алып, жаңағы мына фаршымызға саламыз. Және де мына жаңағы 1 келі пиязымызды, 250 грамм морковымызды, мына пиязымызды турап, ұсақ мантыға тураған сияқты тураймыз. Мына морковымызды, 250 грамм морковымызды теркадан өткіземіз. Теркадан өткізіп, екеуін бірге қуырамыз. Пияз бен морковты бірге қуырасыздар. Қуырып, әбден қызартып, әдемілеп қуырып алғаннан кейін жаңағы 1 келі фаршымыздың үстіне саламыз. Салып араластырамыз. Сол жаңағы дәміне қарай тұз. Енді мен тұзды көріп барып былай салам попробовать етіп, енді сіздер примерно 20 граммнан бірінші салып көріңіздер. 20 грамм енді где-то кішкентай ложкамен 2 ложка болатын шығар. Маленький ложкамен, кішкентай қасықпен, үлкен қасықпен 1 қасық шығар. Енді 1 қасық көп кетпесін. Аздап көресіздер, дәміне қарай тұз. Қарабұрыш мен чайный ложкамен 1 ложка салам. Кішкентай қасықпен 1 қасық қарабұрыш салам. Сол қазір жасауында көрсетем, қаншадан лақтыратынымызды. Сол және сіздерге тағы айта кетейін дегем, мынандай ручной сарымсақ өткізетін бар екен, пияз өткізетін қыздар қиын, тамаша екен. Осындай албасаңыздар, где-то бір 2800 теңге тұрады Алматыда. Мен алып қойып, рахат екен, пельменге де, мантыға да осымен өткізем. Тамаша, енді керемет. Сол енді 1 келі фаршқа және мен негізі 2 жұмыртқа қосатынмын. Қазір үйде 1 жұмыртқа ғана қапты, 1 жұмыртқамен жасап көрейін деп тұрмын. Міне осы қыздар, тефтелейміз. Лепешки заказға. Қыздар, мынау бағана сендерге лепешки. Міне қыздар, 100 граммнан өлшейсіздер осылай. Жаңағы қыздар менің қыздар, міне жаңағы лепешкеміз көтер. Құрметті менің TikTok көрермендер.